Билет тапсырған кезде біз қарайған штрафты төлейміз. Күлетін ештеңе емес ол. Сіз күлмеңіз. Сіз бізді менсінбей өтсіз. Осы жерде отырып алып. Біз сізге абареген емеспіз Африкадағы. Эйр Астана біздің аспанның құдайы болып алған. Жаңа билеттің бәрі деген жақындаған кезде көтеріледі. Ол деген жаңағы ара қашықтыққа байланысты бәрі бос әңгіме ғой. Билет қалай ол көтеріледі жақындаған. Жақындаған кезде ол көтерілмеу керек. Наоборот, жақындаған кезде ол түсу керек билет деген бағасы. Сен ол тезірек өткізу керек ол билетті. Бұлар керісінше жұмыс жасайды. Мына Эйр Астананы, лоукастерді, бұны дұрыстап майшамен қарау керек мәселесін. Қостыр мырза, сіз деген мына шаңыраққа қараңыз. Сіз осы мемлекеттің заңына бағынуыңыз керек. Біз Мұсабаев екеуміз 1 сағат кешіккенге 3% штраф салатын норма енгіздік. Енді қызықты қараңыздар. Мен 2 августте, 2 тамызда Эйр Астана кешікті 12 сағатқа мекен, әлінгі дейін штрафын ала алмай жүрмін. Неге? Олардың қитұрқы дейін жасап қойған схема. Анаған кіріп, заявка беріп, оның жауабын алып, оған барып, оны ақша алу деген, мен әдейі жүрім соның соңында. Бәрі алам мен оны. Алдында біреуін алдым. Адам оңай өзінің өтінішін беру керек, ақша тезірек түсу керек оның счетына қайтып келіп. Бұлар өте қиын қылып қойған. Оның сайтын көрінген адам кіріп, оның ішінен жаңағы тауып алып, өтінішті жазып, оны кері ақшасын қайтарып алу, компенсацияны 3%-ді әр сағат сайын. Ол өте қиын мәселе. Тек қана компьютерді білетін, соның соңында ерінбей жүретін ғана адам оны қайтара алады ақшаны да. Әдейі істеп қойған бұлар. Кері байланыс қайда? Министрлік осыны жаңа қолға алыңыздар. Ол скатта да солай. Ол басқа жаңағы әуе темір жолды білмеймін мен. Әуе жолында сондай өте қиын жағдай. Сондықтан біз көңіліміз толмайды. Екінші мәселе. Эйр Астананың бүкіл мультимедиасының көбі басқа тілде. Мемлекет тілде өте аз контент. Оны бірнеше рет айтып жүрміз. Оның орнына келтіру керек. Ол да үлкен мәселе болды. Ол біздің территорияның үстінде ұшып жүр ғой. Біздің өзіміздің компаниямызды біз есептейміз ғой. Неге мемлекеттік тілде ол жерде басымдылық берілмейді? Ең болмаса 50-50 қылыңдар. Ол жерде бар болған 10% болу керек. Әр кеткенде. Әр заттың өзінің реті бар. Сондықтан министрлік бұл авиакомпанияларды дұрыстап тұрып қолға алу керек. Жаңа мәселелердің бәрін реттеңіздер. Ережелердің бәрін оңай қылыңыздар. Адамдардың байланысын оңай қылыңыздар. Ақшаны тезірек түсетін қылу керек компенсацияның бәрі. Тіпті автоматын түсетін қылыңдар. Билет тапсырған кезде біз қарайған штраф төлейміз. Күлетін ештеңе емес ол. Сіз күлмеңіз. Сіз бізді менсінбей өтсіз. Осы жерде отырып алып. Біз сізге абареген емеспіз Африкадағы. Ештеңені түсінбейтін. Ойнамаңыз. Ондай. Күліп бізді менсінбей.